Assalamu alaikum. Декабрьнің 11 ве UATV эфирінде хаберлеріні Қырым мевзусінен башлаймыз. Ишғал етілген ярымадада Қырым тұтары Рустем Османов тұтып әсір етілді. Белгісіз шақыслар оны Саба Бақшысарайдaki евінден алып кетті. Бұны оның анасы білдірді. UATV хаберлеріне бұл мәліматыны Қырым ұқы қоройжы группасының идарежесі Ольга Скрипникте таздықлады. Фааллер Османовның Бақшысарай полициясының район бөлігінде кетілгенini огренділер. Адвокатның айтқанына бинайын оны рұқсет етілмеген митингте иштирак еткенінде қабатлайлар. Вышли уже с машины в форме, сразу как бы они прятались. Формаға киінген шақыслар машинадан чықты, башта оларны көрмесінлер деп сақлана еділер. Сонра оны кейін бізнен кеддеділер. Ақайыма оларнен бар дедім. Чүнки чешітшілер ола. Яқында ақайыма телефон ачтым. Махкеменің олажағыны білді. Не вақыт олажағыны айтмады. Те сөндірді. Себебіні білмейм. Нашего товарища Рустема Османова. Arkadaşımız Рустем Османовны дерсін қанун бозғаны үшін алып кеттілер. Барде достының evinde тинтуф кечірілген вақытта оңа қол тұтмақ үшін келгені себебінден. Бұл devletнің қанунларына көре қол тұтмаға ясақтыр. Дестек сөзлері. Ишғал етілген Қырымда қанунсыз тұтылған Қырым тұтар ұқу қоройжысы Эмир Усейн Кукуға Киевде мектуп язмаға мүмкін. Акция чешет мемлекетлерде акимиет тарафындан қанунсыз суретте тақып етілген адамларны дестеклемек мақсадымен өткерілген 11-ші халқара марафон чертевесінде тешкілі олына. Русия мақсус қызметлері Эмир Усейн Кукуны истила етілген Қырымда 2016 сенесі февраль айында тұтқан еді. ФСБ оны эсассыз оларақ террористик тешкілятнен бағлы олғанында қабатлай. О 25 жылға азатлықтан марум етілмек мүмкін. Оксана Эмир Асан Кукуға язычақ мектубыны түшіне. Дейкі үмітсізленмесін ве адалетнің ғалебесіне ешансын деп рижа етіжек. Эмир Усейн Куку Қырым татарларына қорчала еді. Қырым ишғаленден сон басқаға ұғратылғанларының тарафында еді. Сонра ФСБ Эмирні сақы башлады, оны озуне жел бітіжек еді. Ешбірлікке разы олмаған сон 2016 сенесі февральде ұқы қорчалайынжы аписке алынды. Енді өзі ярдымға мұқтач. Она язычақ мектубын ве Русия баш прокуроры адына имзалағаным арзунаме белкиде адалетсіз қарардан 25 елі хавс мудетінден құртатар. Катерина бұтын алыжыларға чешет мемлекетлерге язды. Ама Қырымға семеддешіне құсусе сыжақлықнен яза. Дейки более мектуплер муимдір. Вот это уже точно важно. Шубесіз пек муим. Шей удырылғанда, сақты япылғанда, ақлы олғанын избатламақ имкенсіз олса, не қадар ағыр тасавур етіп оламайым. Ве мектуп алсан, адамлары сенің доғрылығына ве ақлы олғанына ешанғанларыны білсен, бұды герледір. Ең кічік іштіракчылер акимиетнің қануниетсізлігінден зарар көргенлер үшін варақалар чызды. Тәшкілетчілар басқаға ұғрағанларға низбетін первасыз олмамаға чағыра. Кяғыт ве электрон мектуплер, варақа ве месаджлар еламаға теклиф еті. Марафон написания писем проходит. Мектуп язуп марафонлары әрсіне өткерілі. Она бұтын дүниядан 200 бинден зияды адам қошыла. Ақлары бозуған адамларының адына мектуплер языла. Бұның нетижесі ялныз олмағаныны анлап, сенің арқанда сені дестеклейджек яры дүния тұрғаныны анламақтыр. Яни илкевеля бу адамларның маневи дестегідір. Мектуплерден ғайыры инсан ақларыны бозған дәвлетлерінің акиметлеріне йоланылажақ петицияларны имзаламаға мүмкін. Ос имзаларны интернет вастасыненде меселя марафонписем.org сайтында қалдырмақ мүмкін. Бұна садачы бір дөгме басмақ етірледір. Рейве мектуплер декабрның 17-сіне қадар қабул етілежек. Ишғал етілген Қырымда Фаил Сулейман Кадыровның давасы бойынша махкеме топлашуы кечірілді. Отырыш кефеде олып кечті. Махкеме имайының Қабатлав тарафының лингвистик экспертизаға тақризінің иш малыматына қошылмасы қында мұражатыны қабыл етті. Бұның еле ішінің асыл бақылажақ отырыш күні де белгіленді. О декабрдің 20-сінде кечірілежек. Регионал межлис азасы Ишғалжы акимиет Русия Федерациясының топрақ бүтүдігінің бозуына чағырғанда қабатлана. Мадде 5 жыллық апыс жазасыны көзе тұтмақта. Федераль түлікесізлік қызметі ішіні октябрь айында ашқан еді. Бұңа Facebook ағында видеоны пайлашқаны ве оңа изаат қалдырғаны себеп болды. Видеода Қырым Украина олғаны айтыла. Сулейман Кадыровның имайысы қабатларыны редете Русия акимиеті Қырым татарыны террорист ве экстремист жедвеліне кірсетті.
Виктор Януковичтің Қачув одиссесі ве Қырым ишғалының себеплері Киевнің Абалон район махкемесінде Януковичтің девлет хайынлігіне дайыр махкеме давасы Украинада ички ишлер назиры Арсен Аваков ве сабық баш назир Арсений Яценюкның иштирагинен кечті. Олар бүгін сөзге чықып ифадалеріні берді. Бұл мәліматны UATV телеканалына баш прокурорның матбуат катибы Лариса Саргана таздықлады. Иш Киевнің Абалон район махкемесінде бақылмақта. Виктор Янукович мав тесни. Виктор Януковичнің Русия Федерациясы акимиеттінен сықы достане мұнасибетлері бар еді. Бұндан да ғайыры Украина баш назирі олған вақтында өз фәлиетіні Русия саясетінің менфатында алып барған еді. Юқары махкемеге президент Путин ве Медведевнің Украинаның Русия Федерациясының тышқы саяси саасында олғаны ақындаки сөзлеріні хатırlatам. Авропа бірлігі энергия эффективлігі бойынша Украин Девлет фондына 100 миллион евро миқдарында дестек парасын айырacak. Бұны Украина баш назирі Владимир Гройсман білдірді. Киев траншны халқара шirketlerinden қысым-қысым алажақтыр. Фонд келечек сене январь айында ишке башламақ керек. Гройсманның қайдеткені кебі энергия эффективлігі бойынша лейхалар ось газ чықарылуының артмасы ile aynı вақытта әмелге кечірілежек. Едеклер бойынша истихбарат малюматына көре, Украина өзіні газ ile тамамынен темінлей біле. Ми передбачили збільшення видатків на державний фонд, який Келечек сене ишке башлайжақ энергия эффективлігі бойынша Девлет фондына масрафларының арттырылмасына есапқа алдық. Бұл бина ве иншаатларының суық кечмеген кебі етілмесіне ве термо яңыртылмасына имкан açacak екене әлеттір. 2 миллиард гривна айырамыз. Олардан 400 миллион иссы кредитлері, миллиард 600 миллион исе энергия яңыртылмасының михиясы лейхаларыдыр. Күчлü ел ве сылақ қар себебінден Украинаның 14 вилаетінде қарарнен ярым бин шер ве кой ярықсыз қалды, деп білдіре февкуляде вазиетлер бойынша Девлет қызметі. Черкасы ве Киев вилаетлерінде электрик ақымларынан марум қалған мескун ерлерінің сайысы ең бұйықтыр. Вилает энерго тақымлары чалша. Yollarda әрекет мурекеплешті. Пайтақта yollarını тахменен 100 дане қар жиштіріжі машина темізлей, дейлер Киев шер Девлет мемориятының матбуат мерkezінде. Синоптиклер ава шарайтлерінің бозулажағы ақында тенбейлей, елінің шиддетлі олмасы ве сылақ қарның яғмасы бекленіле. Украин боксчысы Василий Ломаченко екінші яры еңгілчекеде WBO версиясы бойынша дүния чемпионы унванını 4-ші кере қорчалады. О, Нью-Йоркта Madison Square Garden'де екінші еңгілчекеде WBA ве IBO чемпионы олған кубалы Гильермо Ригондоны еңді. 6-ші раундтан соң рақыбы no mas сөзлерінен, яғни етер деп, ұрышны девам етмектен вазгечті. Ұрыштан соң Ригондоның дегенінден алынты кетірем. Ломаченко ақында айтылған ершей ақиқаттыр. Ригондо Украинның оныңен ұрышны девам etmekten vazgeçken 4-cü rakibı edi. Vasil degeni gibi belki de yanıl akabı Nomaschenko olacaktır. Lomachenko ve Rigonda arasındaki koruşuv iktisasi ringde 2 defa Olimpiya çempionlar arasında geçirilgen ilk uruş olgan edi. Но я воспользуюсь случаем сначала сказать слова благодарности. Фырсаттан файдаланып, ilk виля янымда олған тақымыма тәшекүр білдірмеге істер едім. Бабам мана сабыр еті. Мені аятым девамында огретте идманлайк. Она бұйықтен бұйық тәшекүрлер. Асылында айтқаным кебе олды. Бұл Xbox ойыны олажақ еді. Мен ойын, ойсы ойынжы олажақ едім. Әршей тамам бойле кечтім. Василий Ломаченконың промоутері Боб Арум ұрыштан соң спортшының башқаларға бенземегенini ве боксшының еңгіл чекеге кечечегіні бейан етті. Бұндан да ғайры спортшы WBA чемпионы Хорхе Линарес яда WBC сериясы бойынша дүния чемпионы Майки Гарси ile ұрышмаға істегенini білдірежеге ақында айтып кечті. Сайғылы сережілер, бүгінге бұл соңки хаберіміз еді. Да чоқ хаберні Укринформ сайтында тапа білесіңіз. Біздерні есе Қырым тұтар тілінде Facebook ве YouTube-та олған сайфелерімізде тақып ете білесіңіз. Салқын қалыңыз.